Хадис құдсида келеді. Мен қайсы бір пендеме ақша сыйласам дейді, өзімнің нұрымды сыйладым. Онда біліңіз, сол нұрымды мен дозаққа салудан ұяламын. Және айтыңыз, сол ақшашы... Ассалаумағалейкум мұсылмандарым, мен Арман Қуанышбаевтың діннен еш хабары жоқ надан дымшы молда екенін өзімнің бірнеше видео лекцияларымда дәлелдеп берген едім. Енді мына лекциясын шаттырағын тыңдап, Арман, сенің денің дұрыс па? Сен нағыз топас ақымақ екенсің. Дұрдомға барып емдер деп айтқым келіп тұр. Өйткені бұл ақымақ топас Аллахқа жала жауып тұр. Құдси хадисте де Аллах айтты деп. Егер Аллах тағала бұл шын болатын болса, сонда ана ақ шашы бар кәпірлердің бәрін миллиондаған, миллиардтаған, сонда олардың бәрін тозаққа кіргізбейтін болғаны ма? Арман, не шатып тұрсың? Денің дұрыс болса, тоқтат, қысқарт елді адастыруыңды.